Uyuған қам болып düşеді. Жарымы ет болып düşеді, бір өзінікі. Екіншісі де шондай елі қозады, бай едіш толып қалады. Адамдардың бары таң қалады бұға. Не болды деп. Пайғамбарымыз айтады. Хәтәни саумата амма ахаллаллаху лахума. Бұл екеуі ораза қармай алып тұр ғой, Құдай адал қылған нәрседен ораза қармай алып тұр. Құдай қыл деп рұқсат берген нәрсені қылбай, ва афтарата ала ма харрамаллаху таала алейхима. Анан Алла арам қылған нәрсеменен ооза шыққан болар дейді. Анан шо жанағы жазасы шолай көзін. Бұл Құдайдың құдіреті адамдарға шондай қылып қылған кейде жаман амалының натижасын бұл дүниеде ескерту қатары бұл Алладан райым көрсетіп қойды екен. Кейбір адамдардың шундай жаман адамдардың жаман қылығының натижасын жазасын бұл дүниеде көрсетіп қойды екен, башқаларға үлгі болады екен. Бұл Алладан болған райым. Емнеге бұлар анткен десе дейді. Қағарат ихдахума илал ухра. Екі аялдың бір өзі екіншісіне келіп, жанына жармашы отыра қалып, бая қараттарын баштағанда. Фажалата тағтабанин нас. Отыра алып, адамдар нетін жеген да. Ушаққа кіріп кеткен. Өлерче ушақташқан. Анан жана құсқаны шол ұйыған қамменен жанандай ет шығатыды. Пайғамбар ушан айтты, ишара қылып, «Фахаза ма акалата мин лухумихим» деді. Мына ұшы жана адамдардың етін жеген бұлар ушақ қылып. Мына шол мұнағы деп көрсетті пайғамбарымыз. Демек бұл тілді тыю оразада. Біз оразаға шындай қылып дайырданалы бір туғандар. Ораза ойдың бізді кейінгі оразаға чейін ошол сыпат қалып кетсін. Ошол сыпат бізге отырып қалсын. Шундай дайырданышымыз керек. Оразаның башынан етегіне шыққанға чейін, ораза бүтіп отқанда жанағы сыпат бізге өзімізді мұрынтан илгертен бардай болып қалып қалсын.